келешекте ниетім бар. Чтоб балдарым бәрі шығып келіп, бірге отырып, бұрынғыдай. Шымкент 167-3 түзету мекемесі. Өнменіңнен өтетін соғ жанар. Есірткімен шаталғандар да, қолын қанға малғандар да осында. Араларындағы ағайынды Абзал мен Диас соғыс көрген. Идеологияны өзіңе кіргізіп алсың, сен уже жабықсың да, басқалары келіп түсіндіреді, например, да. Ол бауырым, сен дұрыс емес, мынау дұрыс емес десе, сен уже ол адам саған как будто жаман адам сияқты болып көрінеді, ол адамай. Как будто біреудің адамы, ол мемлекетке жұмыс істейді, например, сондай деп елестетеді да. Аллах ертең, Аллахтың алдында да бұл нәрсенің бәрі үлкен ауыр күнә ғой. Қазір ол өзге дін өкілі тұрмақ, жалпы адамзат баласына қару кезену ауыр қылмыс екенін түсінеді. Ал 2015 жылы әкесі Сирияға сүйрегенде ол кәмелет жасқа толмаған жеткіншек еді. Терроризм атты тажалдың құрығына алдымен әулеттің үлкен ұлы Нұрдәулет ілігеді. Дінді дүмшелерден үйренген ол жарты жылда экстремизм вирусын әкесіне жұқтырып, саптарына жығады. Санасы мүгедек болып қалған Марат Мәуленов көп замай отбасын оттың ортасына тастады. Осылайша Қазығұрттық мұғалімнің өзі де, ұлдары да Даиштің содырларына айналды. Бірінші кезінде бұлар бүйтіп айтады. Мен дұрыспын дейді. Мен сәләп сияқты дін түсіне, мен тақлид біреудің арқасына соқыр ермеймін. Мен бидағат дінге жаңалық енгізілген нәрседен ұзақ жүремін деп өзін ақ санайды, ақтайды. Одан кейін өзін ақтағаннан кейін, енді кім мен сияқты ойламайтын болса, ол қараға жатады, бөлінеді. Такбир, кәпірге шығарады, бидағатшы дейді, мұнафық дейді, Алла Тағаланың дінінен бөлік бір идеологияны дін қылып қабылдап, сол үшін жанын беріп, агрессия осыдан туындайды. Сценарийі сырттан сызылған соғыста әкелі балалы екеу көп болмады. Оққа шөп, сүйектері қан сасыған далада қалды. Қаруластары жерлеуге де жарамапты. Қатты жақпайтын нәрсе, адамның денесінің үстінен өлген мәйіттің үстінен көп адам күледі, теуіп кететін өлген адам болды, өлді. Өлген адамның денесін қорлаудың кәрежесі. Ислам діні басқа нәрселер алып келеді адамдар вообще хайуанкелшілік болып өтіп кетті ғой ол жерде. Не үшін өліп жатқан адамдар да білмей жатыр. Хиджаб киіп аман алып қалған, өзін аман сақтап қалған жағдайында айтып отыр. Бұл әдісті екінің бірі істей алмайды, мысалы. Бұл әдіс ол жігіттің біраз көп нәрсеге мән беретіндігін, айласы да көбірек екендігін байқатады. Өздерінің топтарынан өздері жиренетін жағдайға жеткен ол кезде бұлар. Бұл үйді 96 жылы фундаментін құйып, 97 жылы көтеріп, кейін сол жыл ішіне кіріп, 97-де кірдік қой. Ол кезде үшінші ұлыма аяғыма ауыр еді, Абзалға. Кіріп, содан әйтеуір ішін бітіріп, бір шама осы жерде отырдық. Мәуленовтер бұл үйді ұлдарына арнап салды. Бірақ сол шаңырақ қаңырап тұр. Абзал мен Диас түрмеде. Әзір оралмайды. Үйдің жалғыз қызы Аида да, абақты да. Қай жылы екен есімде жоқ. Бұл жаңа жылды күтіп атқан кезіміз еді, бәріміз семьямызбен. Ол кезде кішкентайларым жоқ еді. Сол мынау күйеуім, мынау мен, мынау үлкен ұлым Нұрдәулет. Мынау Абзал. Где-то 5-6 класс болса керек. Мына Диастың да бір 3-4 класс оқыған. Мынау Аида қызым. Бәріміз бірге сол кезде түсірілген суреті. Бұл таспаға түскен соңғы естелік. Бұнда бәрі бақытты. Бірақ сол бақытты бағалай алмағандар тозып, қазір бір болуды армандап жүр. Әлем бойынша үлкен бір қасірет бар, бір проблем бар. Ол қасірет проблеманың ішінде екі нәрсе біз жоғалтып жатырмыз. Біреу ол
білім ғылымнан біз артта қалдық. Мен ислам әлемі бойынша айтып жатырмын жалпы. Екіншісі, біз мейірімдіктен ажырап жатырмыз. Негізі осы екі құндылықта ислам дінінде бар. Адамды адаммен, халықты халықпен теңдестіретін ол білім деген. Егер білім бізді бұл жаңағыдай неше түрлі пәлекеттен, неше түрлі қазір болып жатқан соғыстардан құтқаратын нәрсе адамды, бұл бірінші кезекте білім. Проблема діннен емес, проблема адам қоғамнан екен қазір көзіміз жетіп отыр. Жастарға мен айтамын, дұрыс жағынан үйреніңдер, көшеде көрінген адамға жолай бермеңдер, ол нәрсенің бәрі адастырады еді. И ол адасқан адам, ол өзіңді ғана адастырып қоймайсың, сен өз жан-жағындағыларды да адастыруға себепші боласың. Сол нәрседен қалып өзін өзі сақтау керексің, сол нәрсені. Соғыста 4 жыл болғандардың оңалуына сот 2 есе көп мерзім кесті. Бұл аралықта олар қоғамға қауіпті емес екендерін дәлелдеу қажет. Диагнозы белгілі дерттің емі де белгілі.